Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен видео ортында отқан бұл мен Нурик және де перекуп жол атты рубрикасының 3-ші бөліміне қош келдіңіздер. Біз уже әне-міне дегенше перекуп жолының 3-ші бөліміне де келіп қалдық, сондықтан арнама тіркеліп лайк басуды ұмытып кетпеңдер. Сонымен қатар бір затты айтқым келіп отыр, яғни менің YouTube каналымда 75% адам без подписки көреді екен, тіркелмей көреді екен. И давайте, егер тіркелмегендер болса, арнама тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңдер. Ал мен енді көп сөзбай бастаймын. Егер де менімен бірге Playcrash ойын ойнағыларың келсе, осы видеоның описаниясында тұрған ссылкадан Playcrash жазып, ойынға кіргеннен кейін Yakut сервер таңдап және өздеріңнің парольдеріңді және регистрация етіп алғаннан кейін, ойынға кім шақырды деген жерге менің Нурик ютубер атты никімді жазатын болсаң, 3-ші уровеньге жеткен кезде саған 50 000 рублей беретін болады. В общем, сразу ойынға кіре сала авторингқа барған болатынмын, яғни менің қазір қолымда 2 200 000 рублей. И қазір енді средний класстан машинаны қарайтын боламыз өзімізге. Енді перекуп жасау маған кішкене қиынырақ болып жатыр, чтобы сендер көбің жазып кетесіңдер, яғни көбің дегенде мен олардың бәрін бірақ видеодан удалить етіп тастаған болатынмын, яғни боқтап анау-мынау. И енді жалпы мен перекуп вообще дұрыс жасай алмаймын, сондықтан мен әдемі перекупчикпін деп айта алмаймын, сондықтан өйтіп жазудың керегі жоқ. И мен қазір өзіме дұрыс машинаны іздеймін, просто өзіме андай шлей оверлоу болып көрінеді кейбір машиналар. Енді көп сөйлемей қазір енді машиналарды іздейтін боламыз өзімізге. Осы бір X5-ға барып бағасын сұрадым, яғни скок деп 1 200 000 торг. И қазір бұдан ПТС-ін сұрайтын боламыз. ПТС, и қазір енді ПТС-ін жіберсе. И ПТС-ін жіберді және ПТС-ның ішінде бізде прям тым жоқ екен, яғни бұл косқа 750 000-ға және ПТС-ның іші полный, бұл машина сток болып тұрға сонда. И бұған, максимальный край қанша екен, қазір сұрақ көретін боламыз. 1 миллион край. Бұл X5-ді 1 миллион крайға алсақ, бұл слишком оверлау болады, сондықтан біз оған 900 000 деген сумманы ұсындық. И және бұл нет деді, яғни пызы деуіміз керек қазір енді. 900 000-ға по идее стоит деген ойдамын. Норм ғой мұнау, Өкінішке орай машинаны сатып алған кезім және оның скринді вообще фотоға түседі. Өкінішке орай мен мына машинаны 1 100 000-ға сатып алған болатынмын, бірақ ол видеоға түспей қалған. И плюс мен скриншот жасамағам, И бұл машинаны мен 1 лямға алдым, но енді 900 000 вообще келіспеді, сондықтан 1-ге ала салдым. И енді бұны обратно сата аламыз ба, сол қызық болып тұр бізге. Авторингте тұрғаныма 1 минут өтпей жатып, мына жақта скок деп сұрап жатыр, яғни мен оған 1 250 000 деп жазып жүрген болатын. Бұл 900 000 дейді, қайда 900 000? 900 000 сатпаймыз ғой біз. Өзіміз 1 100 000-ға алдық. И енді оны біраз күту керек, чтобы мына машина сток болғандықтан ешкім қызықпай жатыр. Қазір енді біраз күте тұрамыз. Тағы бір алатын клиентіміз келіп, яғни осы жерден бағасын сұрап жатыр. И бұған 1 250 000 торг деп жіберетін боламыз. И тағы бір адам уже келіп жатыр, және бұл спорт па деп тұр, яғни СП, біз әрине нет дейміз. И мына жерде сколько деп екінші адамымыз сұрап жатыр. И бұған да өзінің бағасын жібереміз. И мына ПТС сұрап жатыр, әрине Карпас деп жіберетін боламыз. И так, бұның ID пока көрінбей тұр, 668 дұрыс. И екінші адамда уже ПТС сұрап жатыр, так оған да жібереміз. И уже кетіп қалды біреуі. Ал так екіншісі енді бұл алама екен. И бұған да особо қызық емес сияқты, сондықтан әрине бұл енді алмай кететін шығар. Арада 15-20 минут өтті, бұл әрине сіздерге 3-4 секунд болып көрінеді, бірақ маған бұл әрине 20 минут. Яғни бұл жерде мен әрең саттым осы машинаны, яғни X5-ді енді сток түрін алмайым деген ойға келдім, яғни 850 000-ға сатып жібердім. И мен бұл машинаны алып сатқаныма уже минусқа кіріп кеттім, яғни где-то 1 100 000-ге алдым және 300 000-дай минусқа кірдім. И мен осы өзіме қапан көлігін алған болатынмын, бұл для себя, яғни айдап жүруге. И қазір бұл тосы, и қазір послесін көретін боласыңдар. И мінеки бұл послесі, и біз бұл жерде нені өзгерттік, стропоскоп және фар қостық, и цветін, и тонировка жасадық алдына и артына. И енді қазір бізге GPS деп жазып, әрине технический центрді таңдап, сол жақтан бізде дрифт прошивкасын қою керек, либо спорт. Мен бұған енді дрифт прошивкасын қойдым, спортқа особо ақша жетпей қалды десем де болады, өйткені ақша керек болды. И бірақ дрифт прошивкада бір минусы бұл әрине. Машинаны жүрген кезде дөңгелегі тая береді, яғни бір жаққа ауып кетеді.
ойынға келесі күні кірген болатынмын, бірақ бұл кезде мен жалпы ойнаған болатынмын. Но егер де бұл 2 миллионды қайдан алды десеңдер, менің каналымда осы 24 сағат казинода видео болды, и сол видеода мен көтеріп алған болатынмын. И ол видеоны егер көргілерің келсе, менің каналымнан кіріп көре аласыңдар, немесе осы видеоның опциясында болады. Сонымен қатар мен кеше алған, яғни осы мерседесімді цветін өзгерткен болатынмын, яғни кішкене қою жасыл цветте өзгерттім, яғни көкке де ұқсайды кішкене, в общем сондай. И қазір мен мына жерде авторингқа бара жатырмын, яғни өзіме тағы да көліктер қарау керек, енді перекупты дұрыстап жасау керек болады. Ал мен осы бір мерседесті алған кезім видеоға түспей қалған екен, бірақ менің ақшама қарап қанша қалғанымды көре аласыздар. Яғни мен бұл машинаны 520 мыңға ма сондай қалдым, или 530 мыңға, робыны білмеймін, сондай әйтеуір. И енді қазір біз оны өткізіп көретін боламыз, яғни алатын адамдар болса. И мен осы жерде, яғни уже бір адам тауып алдым, алатын. Бұның аты Мате Исламбек, и мен оған 630 мыңға жіберемін, и бұл қабылдаса продиктті басып жүреміз, и біздің қалтамызға уже 100 мың рублей плюс, наконец-то алғашқы плюсімізға кірдік. И бұған әрине абдуши алған адамға. И сонымен қатар мен мына бір X5-ді алған кезім, яғни бұда барлығы бар десем де болады. В общем, енді алуға нормальный стоит болғандықтан мен бұны 1 миллион 900 мың рублиге алған болатынмын. И ол әрине видеоға түспей қалыпты, әрине кешірім сұраймын. И менен бір қателік, басында айтқан болатынмын, яғни сендерге бұны 1 миллион 900 мыңға алдым деп. Негізі мен оны 2 миллионға алған боламын. И мен қалтамда қазір уже минус 100 мың рублей болып кетті. И енді кешірім сұраймын, басында чтобы мен айтқан болатынмын 1 миллион 900 мыңға алдым деп, негізі 2 миллионға алған болатынмын. Низкий класстағы осы бір вембаға қызығып қалып, және бұл қазақ бала екен, ито сатып атқан, и ютубтан көресің деп өзіңде де жазып жүрдім. И бұл осы машинаны маған 400 мың рублиге сатқан болатын. Енді қазір видео болып жатыр деп жазып жүретін боламыз. Өздерің көріп тұрғандай, менде уже кидай деп жазып жүрген болатынмын. И менде КД болып қалды, яғни 5 минут болмай жатып уже машина тауып алдым. И қазір бұл кидай ететін шығар. Так. И күтеміз, пока енді көре тұрамыз. И бұл енді жіберді, мінеки. И қазір біз оны қабылдайтын боламыз. Егер де сен осы видеоны көріп отырсаң, саған үлкен рахметімді айтамын, чтобы сен маған осындай машинаны 400 мыңға сатып, менің перекуп жасауыма көмектесіп отырсың. Біз әрине қазақ ниеттің рубкасын алып, бұған абдушейін айтып жіберетін боламыз, чтобы осы машинаны сатқаны үшін. В общем, мына вембаны ешкім алмады десем де болады. Мен біраз тұрдым, бірақ сонда да алмады. Енді мына вембаны мен келесі бөлімде сататын боламын. Ал сендермен болған мен Нурик, қош, сау болыңыз.